Алғыс айту әдебі. Жаңбыр менен жер көгереді. Алғыс пенен ел көгереді. Сіз бөлмеңізде сабақ оқып отырсыз делік. Анаңыз бөлмеге кіріп, жаңа жуылған киімдеріңізді шкафыңызға салып қойды. Сосын сізге біраз қарап тұрып, жай ғана, «Я, оқасы жоқ» деп шығып кетіп еді. Немесе әкеңіз сізді мектепке көлікпен жеткізіп салып, сіз көліктен шығатын кезде сізге «Я, қызым, оқасы жоқ» деп айтқан кездері болды ма? Ендеше ойланып көріңізші, неге анаңыз бен әкеңіз сізге ренжіп тұр? Сіз нені жасамаған болуыңыз мүмкін? Меніңше, сіз рахмет айтуды ұмытқан сияқтысыз. Егер біреу сізге сұрағаныңызды берсе, істесе, онда сіз ол адамға рахмет деп айтуыңыз керек. Тіпті сіз сұрамасаңыз да, біреу сізге ұнамды нәрсе жасаса, онда бұндай жағдайда да әдептілігіңізді білдіріп, рахметіңізді айтыңыз. Тіпті анаңыз киімдеріңізді әкелсе де, әкеңіз мектепке жеткізіп салса да, достарыңыз сіздің бүгін қандай әдемі болып тұрғаныңызды айтса да, мұғаліміңіз жарыста жақсы нәтиже көрсеткеніңіз үшін мақтаса да, сіз оларға рахмет айтыңыз. Әрқашан айналаңыздағы жандарға рахмет айтып, алғысыңызды білдіріп жүріңіз. Сізге ұнамды нәрсе жасаған адамды танысаңыз да, танымасаңыз да, оған үнемі рахмет айтыңыз. Өзімнің отбасым ғой деп ойлап, анаңызға, әкеңізге, іні-сіңліңізге, аға-әпкеңізге рахмет айтпау әдепке жатпайды. Себебі, отбасы жақсы әдетті жоғалтатын жер емес, керісінше сіңіретін жер. Мұғалім сіздің салған суретіңізді мақтаса, немесе музыка пәнінің мұғалімі сіздің аспапта ойнауыңызға қол шапалақтаса, оларға рахмет айтыңыз. Тіпті салған суретіңіз немесе аспапта ойнауыңыз өзіңізге ұнамаса да. Қандай жаман, немесе менікі өте нашар шықты деп жауап беру құптарлық іс емес. Тіпті өзіңіздің бұдан да жақсы істей алатыныңызды біліп тұрсаңыз да, жоғарыдағыдай жауап беруіңіз қате. Себебі, сізді мақтап жатқан адамға жауап ретінде өз сәтсіздігіңіз туралы айтсаңыз, ол адамды ыңғайсыз жағдайға қалдыра аласыз. Олардың талғамына сын айтқандай болуыңыз мүмкін. Бұл сол жандарға деген құрметіңіздің жоқтығын білдіреді. Мысалы, сіз сусынға тапсырыс бердіңіз. Тапсырыс әкелу даяршының қызметі болса да, оған рахметіңізді айтыңыз. Тіпті дүкенде ақшаңыздың артығын қайтарып берген сатушыға да. Олимпиадаға тіркелу кезінде жарыстың бағдарламасын ұсынған адамға да рахметіңізді айтыңыз. Сол іске жауапты адамдар өз жұмысын атқарып жатыр, мен үшін жасап жатқан жоқ деп, оларды алғысқа лайық емес деп ойлау қате. Себебі, адамдар өзіне алғыс айтқанға мәз болып қалады. Олар ісін бағалап жатқанына және біреуге пайдалы болғанына қуанады. Ендеше, неге үнемі алғыс айтпасқа? Қазақстанда 1 мамыр күні алғыс айту күні деп жарияланды. Бұл мерекенің енгізілуі басқа ұлттардың қазақ халқына алғыс білдірумен байланысты екен. Себебі бұрын өзге ұлт өкілдері жер аударып қазақ жеріне келгенде, халқымыз қонақжайлылық танытып, жақындарындай қабылдаған. Оларға қолдан келгенше көмектесіп, бөтенсінбеген. Қазіргі кезде бұл мереке адамдардың арасында ыстық ықыласты білдіруді еске салып, рахмет айтуды жақсы әдетке айналдыруға септігін тигізуде. Алғысыңызды білдіру. Алғыс хат. Алғыс хатты не үшін жазу керектігін жақсы білеміз. Оны біреу сізге жылы сөзін арнағанда, не сыйлық бергенде жазасыз. Алғыс хат жазу қиын көрінгенмен, кішкене жаттықсаңыз, жазуға әдеттенесіз. Ризашылығыңызды шынайы, әрі қысқа нұсқа жеткізу өте маңызды. Жас ұлғайған сайын бұндай хаттардың маңызы да арта түседі. Өйткені жылдар өте келе бұндай алғыс хаттарды жазуға бітіру кеші, іскерлік кездесулер мен үйлену тойы секілді себептер көбейе түседі. Жақсы хат әрқашан ең жақын адамдарға, ата-анаңызға, ата-әжеңізге, бауырларыңызға, достарыңызға жақсы әсер сыйлайды. Күнделікті хат алмасулармен салыстырғанда, мұндай хаттардың салмағы басым.
ерекшелігі айқын болып келеді. Сыйлық үшін алғыс хат жазыңыз. Сыйлық алған кезде тек қана рахмет айту немесе алғысым шексіз деп SMS хабарлама жіберу жеткіліксіз. Егер біреу сізге арнайы уақыт бөліп, сыйлық таңдауға уақытын арнаса, ризашылық білдірудің ең ұтымды тәсілі алғыс хаттар. Алғыс хаттарды жазуды тоқтатпаңыз. Егер сыйлық алғаннан кейін 1 ай немесе одан да көп уақыт өтті, алғыс хатты жазудың қажеті жоқ деп ойласаңыз, қателесесіз. Ештен кеш жақсы. Егер сіз әжеңізден сыйлыққа сағат алсаңыз және алғаннан бері 1 ай өтсе, сіз кеш жазылған алғыс хатыңыз үшін кешірім сұрай аласыз. Тіпті оның сыйлығы сізге кешікпеуді үйретті деп қалжыңдауға да болады. Сіз менің жұмысым өте көп болғандықтан кешіктіріп жаздым деп айтпағаныңыз жөн. Ақталудың қажеті жоқ, тек кешірім сұраңыз. Көктемгі демалыста достарыңыздың ата-анасына сізді теңізге апарғаны үшін алғыс хат жазыңыз. Сізді кинотеатрдан үйге жеткізіп салғаны үшін досыңыздың анасына алғыс хат жазу орынсыз. Кей жағдайлар, мысалы сізді үйіңізге жеткізіп салса, немесе отбасыңызбен тамақтануға шақырса, олар күнделікті өмірде жасалатын нәрселер. Егер сізді демалыс бойы өздерімен алып жүрсе, немесе жақсы мейрамханаға шақырса, не болмаса отбасылық футбол маусымына билеттердің бірін алып берсе, бұл ерекше нәрсе болып саналады. Сондықтан бұл әрекеттер бағалауға тұрарлық. Алғыс хат мәтініне өзіңіздің жеке көзқарасыңызды көрсететін бір нәрсе қосыңыз. Ресми құжатты толтырғандай формалар түрінде жазу қате. Адамдар өздерінің сыйлықтары сізге қандай әсер бергенін білгісі келеді. Егер сіз мөлдір әпке, маған арнап жіберген сыйлығыңыз үшін рахмет, құрметпен ару десеңіз, ешқандай әсер қалдырмайды. Алғыс хат жазудың мынандай үлгілерін ұсынғым келіп тұр. Бірінші мысал. Ардақты әже, маған жаңа жыл мерекесіне арнап берген тоқыма жемпіріңіз қатты ұнады. Мен оны киген кезде үнемі сізді еске аламын. Әрі достарым маған әрқашан мақтаулар жаудырып жатады. Бұл жемпір бізде бәріне де жақсы әсер қалдырды. Жемпірді тоқуға салған бар күшіңіз, жұмысыңыз үшін рахмет. Мұны үнемі кие отырып, мен сіз туралы ойлайтын боламын. Ізгі ниетпен, Жасмин. Екінші мысал. Құрметті Азамат аға, менің туған күніме берген чек үшін үлкен рахмет. Мен ноутбук сатып алуға ақша жинап жүргенмін. Чек маған қажетті соманы жинауға көмектесті. Менің туған күнімді ұмытпағаныңызға рахмет. Жақында көрсеміз деп үміттенемін. Ізгі ниетпен, Жасмин. Хат жазу бізге таңсық дүние емес. Тарих беттерін парақтасақ, қазақтың өлеңмен хат жазу дәстүріне қанық бола түсеміз. Ақындық қасиет әр қазақтың қанында бар. Яғни айтар ойын, алғысын, ризашылығын, тіпті жақсы көрген жанына да астарлап, әдемілеп өлеңмен хат жазу арқылы жеткізетін болған. Ол әкенің балаға, баланың ата-анаға, құрбы құрдастардың, кішінің үлкенге жазған хаты болуы мүмкін. Басқа ұлттарға қарағанда қазаққа өлең хат жазу жақын. Табиғатында бар құбылыс. Сондықтан алғысты өлең жолдарымен жазып жіберуде ерекше сый құрметтің белгісі болмақ. Бастысы тырысып көру. Ханшайым ризашылығын дәптерден жыртқан қағазға емес, түрлі ашық хаттарға, хат жазуға арналған қағазға өз қолымен жазады. Ханшайым мүмкіндігінше нақты жазады. Ал егер түсініксіз жазса, оқып отырған адамның оны басқаша түсінуі мүмкін екенін біледі. Ханшайым қашан да жан-жақты. Алғысын хат, өлең түрінде жеткізе білудің де керемет өнер екенін жақсы түсінеді. Ханшайым біреуге алғыс айтып жатқан кезде, ол адамның көзіне қарап, әрі күлімсіреп, рахметін айтады. Ханшайым қасында болмаса да, телефонмен сөйлесіп жатқан адамға рахмет айтады. Ханшайым ешкім айтпаса да рахмет айтудан жалықпайды. Ақылдыларым, бүгін сендерге Ханшайым бол кітабының екінші әдебін оқып бердім. Сендерге ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.